Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, көпшіліктің сұрауы бойынша Құран сүрелерінің қасиетті пайдаларымен бөліспекпін. Ең бірінші Құранда Аль-Фатиха сүресі бірінші сүре болып саналады. Сондықтан Аль-Фатиханы пайдалану қасиетін айтамын. Аль-Фатиханы зікір ретінде, егерде күнделікті зікір ретінде 3 рет күнде немесе 7 рет оқып жүретін болсаңыз, онда Алла тағала да екі дүниеде де сіздерді жамандықтан қорғайды, және екі дүниеде де сізге екі дүниенің бақытын бұйырады. Ал егерде қандай да бір аурумен ауырып ем шипасын таба алмай жүрген болсаңыз, Аль-Фатиханың оригинал тілінде жазылған, араб тілінде жазылған Аль-Фатиха сүресін жазып немесе ксерокопиядан өтіріп, печаттап шығартып, оны қағазды суға езіп ішетін болсаңыз, онда қандай да бір дерттен міндетті түрде жазыласыз. Иншалла шипасын беріп жазыласыз. Бұны әрине бір рет жасап қоймайсыз. Бұны кемінде 40 күн жасау керек. 40 күн ішу керек, суға езіп ішу керек Аль-Фатиха сүресін. Болды достар, осымен Аль-Фатиха сүресінің пайдасын, қасиетті пайдасын айттым сіздерге. Қателеріңізге жараса мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып, және каналға тіркеліп кеттіңіздер. Сәттілік достар.